Бәріңе сәлем. Соңғы уақытта адам баласының әрекетінен жер бетіндегі температура артып, полюстегі мұздықтарға да қауіп төндіруде. Егер мұздықтың бәрі еріп, суға айналса, адам баласының аман қалуы екіталай. Достар, бүгін біз Антарктида ерісе не болатыны жайлы айтамыз. Антарктиданың еруі мүмкін бе? Әрине мүмкін. Ауа температурасының көтерілуі Антарктидадағы мұздықтардың ашық мұхитқа бөлініп шығып, толықтай еруіне әкеп соғады. Антарктидадағы мұз қалыңдығы 4,8 километрге дейін жетеді. Бір ғана Туитс мұздығының еруі әлем мұхитын 50 сантиметрге көтереді, ал Антарктидадан бөлініп шыққан мұздық енді ешқашан қайтып қалпына келмейтінін ескеру қажет. Дәл осы қарқынмен Антарктидадағы мұз алдағы 200-300 жылда толық ерейді. Ал ауа температурасының жоғарылауы тоқтамаса, 150 жылда жер бетінен жойылу қаупі төніп тұр. Антарктидалық батыс қалқанының еруі әлем мұхитын 5 метрге көтереді. Антарктидалық мұзды қалқанда жердің барлық тұщы суының 61% сақталған. Егер бұл мұздық толық ерісе, әлем мұхиты мен онымен байланысқан барлық көл мен өзендер 60 метрге көтеріледі. Нәтижесінде барлық тропикалық аралдар мен жағалауда орналасқан қалалар судың астына кетеді. Антарктида көлемі 14 миллион шаршы шақырым шамасындай. Антарктида дүние жүзіндегі ең биік құрлық. Оның мұз жамылғысымен қоса есептегендегі орташа биіктігі 2040 метр. Антарктиданың және әлемнің ең ірі мұздығы Ламберт мұздығы. Антарктиданың қуаң алқаптарында 2 миллион жылдан бері жаңбыр жаумаған. Жер бетіндегі метеорит іздеуге ең қолайлы жер Антарктида құрлығы. Антарктиданы алғаш болып 1820 жылы орыс саяхатшылары ашқан. Достар, сіздер бүгін Антарктида жайлы көп нәрсе білдіңіздер деген ойдамыз. Видео ұнаса лайк бас, арнаға жазыл. Келесі кездескенше сау.